Сәлеметсіздер ме, ардақты ауыл тұрғындары? Қайырлы күн, құрметті қонақтар, ата-аналар, ұстаздар және оқушылар. Бүгін біз барлығымыз ерекше қуанышқа жиналдық. Ауыл балаларының жаңа қырын тану мақсатында балаларға жақсы көңіл күй сыйлау үшін ауыл ішінен өздеріңіз көріп отырғандай Ипыр Рүстемов үйірмесінің ашылу салтанаты. Біздің мақсатымыз жас таланттарды ашып, жаңа белестерге жетуіне мүмкіндік беру. Ендеше бүгінгі жиынымызға қош келдіңіздер. Дәл солай. Бүгінгі кешімізді ақынның әдемі өлеңімен бастайық. Туған елдің тұмары, арқа сүйер тірегі, ұл қыздарын қанаттырар бір белі, қуанышпен ашылсын біздің үйірме, болсын әр кез биіктен арман тілегі. Салтанатымызға арнайы келген қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Шаттық пенен самғасын әрбір шыңға, жас өреннің шырқасын қуанышқа. Аталарым сіздерге сөз берелік, келген қонақ қош келдің арамызға. Бір тілек ауыл округының әкімі Нұрымбетов Бақтияр ағамызға, номер 10 игілік жалпы білім беретін мектебінің директоры Мәденов Смәт ағайымызға, сондай-ақ ауыл билері, ақсақал аталарымыз, апаларымызға, мектебіміздің тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Абдукаримов Берік ағайға, Мәмірәлі ағамызға, Ғалымжан ағамыз, Иса ағаларымыз, сондай-ақ Гүлайна апай, Тамара апайларымызға сөз кезегін береміз. Ал құрметті ата-аналар, құрметті игілік ауылының тұрғындары, құрметті оқушылар, бүгін мына біздің игілік ауылында өте қуанышты мереке тойдың бірі болып отыр. Олған себеп мынау біздің Нұрландай ініміз жаңағы өте көрегендік жасап, жас ұрпақтың болашағын ойлап, жаңағы текті ұрпақтар үйірмесін арнайы ашып отыр. Текті ұрпақтар үйірмесі ИФА Нұрлан атындағы Нұрлан ініме алғыс тілейміз. Мынау Мұхтар Шаханов ағамыз айтады, ерлікті жасамаудан бағаламау қауіпті дейді. Жалпы бұл үйірмеде әзірше 275 бала қатысып отыр. Бізде 8 үйірмесі деп отыр. Би үйірмесі, бисер, мәнерлеп оқу, поэзия, жаңағы қол өнері, сол сияқты үйірменің 8 істеп отыр. 275 оқушымыз қатысады, 80-ге жуық бала домбыра тартып, Құрманғазының күйімен, Адайдың күйімен осы игілік ауылының тіпті ауданды Түркістанға дейін барып келіп, соларды күй сусын нәрімен таратып отыр біздің. Жалпы бүгін ашылу мерекесі құтты болсын. Нұрлан інім мен Нұргүл апайымызға екеуіне бақыт тілеймін. Сіздерге әрқашан заманымыз аспанымыз ашық болсын. Осы үйірмеден атақты Құрманғазы жаңағы үлкен күйшілер, жаңағы Тәтімбет сияқты күйшілер шыға берсін. Рахмет інім саған. Құтты болсын. Саламатсыздар ма, құрметті ауыл тұрғындары, шараға қатысушылар. Міне, өздеріңіз көріп отырсыздар, куәсі болып отырмыз. Мына кереметте бір қуаныш сәт болып тұр. Енді осының бастамасын бастап, соңына жеткізіп, мынау үйірмені ашып отыр екен. Біздің жеке кәсіпкер Рүстем Нұрлан, рахмет. Бұл да енді не істесе де халық үшін, ауыл үшін істеп жатыр ғой. Бұндайға біз тек қана алғысымызды айтамыз. Кәсіптеріңіз өрлей берсін. Бұндай үйірмелер, басқа да біздің ауылымызға, біздің ауылдық округымызға өте керек нәрсе бұл. Осының бастаманы көтеріп, осы жасап отқан мен өзім жаңағыдай 1,5 сағат алдын естіп өзім қуанып қалдым. Куәсі болып отырмын. Біз тек қана бұндайға қолдау көрсетуіміз керек. Енді бізде енді осы мынау үйірмеде айтып өтті ғой, жаңағыдегі домбыра деді, осы жерде бірнеше түрлері үйірменің ішінде қатысушылар бар. Бірнеше біздің болашақ бүлдіршіндеріміз осы жерден тәлім тәрбие алады деп отыр, тәрбиеленеді деп отыр. Енді бізде өнерлі азаматтарымыз әрине керек болады. Болашақ мынау біздің кішкене бүлдіршіндеріміз біздің алдымызда болашағымыз ғой. Осылардан кәнекей осы жерден сондай өнерпаз адамдар шықса да, басқа саладан да шықса, біз тек қана қуанамыз. Біз бәріміз де осы жерде, осы ауылдың топырағына аунап өскен баламыз. Бәріміз де осы жерде. Тек қана мына тағы да айтайын, кәсіптеріңізге сәттілік тілеймін. Халықтың алғысын алып жүре беріңіздер. Бұдан да басқа жақсы осындай іс-шаралардың, осындай
ашылу салтанасын куәсі болып жүре берейік. Рахмет. Құрметті мынау ұстаздар және осы жердегі халық тұрғындары, мынау болашақ мынау жастар ғой. Мына жастарымызға, мынау келешектегі мынау жас бүлдіршіндердің талант тәрбиесін қолға алып, мынау Нұрлан бауырым айналайын, мынау үйірмені ашқан екенсің. Құда қаласа осы үйірмеден үлкен жоғарыға шығатын ұлды қызды өсіп тәрбиелі жаңағы осы ұстаздардың тәрбиесін алып білімді өнерлі болып шықсын, елімізге мақтаныш болсын. Осы мына ашқан имаратын құтты болсын. Осыдан жастар өсіп өніп, Құда қаласа солардың біз куәсі болып жүре берейік. Мына құтты болсын айтайын. Ал Нұрлан інім, мынау ашып отқан ғимаратын құтты болсын. Мына біздің ауылымызға өнерлі жастар көбейе берсін. Бұл жерден өте мәдениетке қосқан үлесі көп деп есептеймін мен өзім осы ауылдың. Асекеңді айтсақ болады, Сұқан ағамызды, Әбдірәшінімізді айтсақ болады. Өнерлі жастар шыққан ауыл болып, сол жалғастырады осы жастарымыз деп есептеймін. Ғимарат құтты болсын. Алына қайырлы күн, құрметті ауыл тұрғындары. Бүгін кереметтей үйірменің ашылуы болып жатыр екен. Нұреке, кәсібіңізге Алла береке берсін. Өте керемет үйірмелер ашылып отырсыз. Ауылымыздан мықты жастар өсіп шығады деп ойлаймыз. Әлде де өздерін көрсетіп жатыр. Жаңа облысқа барып, ауданда. Бұдан да күшті үйірмелерді ашады деп үміттенеміз. Кәсібіңізге Алла береке берсін. Рахмет сізге үлкен. Осындай істерді алға бастап отырғаныңыз үшін. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Үйірме ашылып жатыр екен, Нұреке, құтты болсын. Тек өшірге жақсы ұстаздар келіп, жаңадан шығып жатқан мына бүлдіршіндеріміз биіктерден көріне берсін, жақсылық болсын. Тек қана қуанып жатырық. Құда қаласа балдарымызды, қыздарымызды жібереміз. Аман болайық. Құтты болсын, Нұреке. Салмастар, бүгінгі береке құтты болсын, ашылу рәсімі. Ауылымыздың жастары шығармашылық өнерлі, талантты болып өсе беруіне тілектеспіз. Жалғыз облыс қарамағында емес, одан да үлкен республика шығуына тілектеспін. Еңбектеріңіз жанып, бұдан да биік белестерден көріне берсін, балаларымыз. Саламатсыздар ма, ауыл тұрғындары, бүлдіршіндер, зиялы қауымдар. Мына бүгінгі ғимараттың ашылуы құтты болсын, Нұрлан, Нұргүл. Мына ғимараттардың арқасында осындай шатқа, қуанышқа толы бола берсін. Мына өнерлері өрге баса берсін. Мына бүлдіршіндеріміздің өзі қазір куәсі отырмыз ғой. Бүлдіршіндеріміздің, балдарымыздың осы облыстық деңгейге шығып жатқандарын, енді республикалық деңгейге шығып үлкен мәртебе иегерлері бола берсін. Сол биіктерден көріне берсін. Арқашында осындай мәртебемізді биіктете берсін. Тағы да басқа да үйірмелер қосыла берсін деп тілейміз. Кәсіптеріне ілгері болсын, алға баса берсін. Осы елімізге осындай қуаныш сыйлап отырғандарыңа рахмет. Құтты бола берсін. Ендігі кезекте осы үйірменің ресми ашылу салтанатына куә болыңыздар. Нелері, жаңағы баяндары, күйсанықтар, анау күйсанықты осы Нұрланның жалып келді. Осының бәрін өзіміз жинап келдік. Жақсы, керемет.
балдар бейнелеу өнерімен де шұғылданады. Осы жерде мына қолқалармен суреттерін салып, өткенде осы Түркістан облысы бойынша біздің осы ИП жаңағы ашқан осылай арт спорттан біз үлкен жүлделі орынға ие болдық. Осы Жұмабаев Оспек ағамыз осы жерден балаларын алып барып үлкен бірінші орынды алып келді. Ақшалай сыйлық алып келді. жұмыс істеп жатсыздар ма? Толықтай 2 жыл болып жатыр ғой. Толықтай жұмыс енді мына жақтан өзіміз жеке бөлініп шығып, осындай балалар ғимарат ауыстырып, балалар сыймайды қалады бір кездерде. Енді өзі жеке шыққан кейін бәрі жайында. Сағатымен кәдімгі сабақ сияқты өтуі. 2 жыл болды, жерді оқушылар домбырадан жетті. Бұл көтерді. Көшеде ағамыз бар, оған да Лаура келініміздің бұл кісі де Құралы қан кемесінен жаңағы орындарды алып келген, Түркістанға барып кеше осы бір айдың бөлімінде болған барлық балаларға, қыздарға барлық өнерінен жаңағы тігіннің машиналары, зигзагы бәрі бар. Қыздарымыздан алған тігін машиналарымыз бар. Одан бөлек және бисерден моншақтан жұмыс жасайды. Мына алдарыңызда сол моншақтан жасалған осы машинамен тігілген қыздардың жұмыстары. Мына ұлттық киім қазақша көйлектерде осы жерде қыздар өздері тіккен бар. Одан алдағы уақытта үлкен нәтижеге келетінімізді деп ойлаймыз. магистрлігін көрсете білу керек. Магистрсің ғой сен, мен сол магистр бітірген. Сондықтан соған айтты, оқшап жаңағы бисерлер бұдан да күш алды. Бұлар балалардың атынан магистр. Сондықтан да жақсы, міне бақыттарға көріп жатырмыз. жолдас, ұнаватыр ма? Рухы мықты болу керек қой. Рухы еш уақытта жығылмайды ғой. Ешеден жығылмайды. Бізде осындай белсенді көп кәсіпкерлер керек қой бізге осындай. Басқа салада да осындай кәсіпкерлеріміз болса, бәрін халық үшін істеп жатыр, бәрін ауыл үшін істеп жатыр. Бізде бір тілектер, бірнеше осындай кәсіпкер қолға алып алдыңғы қатарда жүретін жаңа Қазақстан боламыз. Реклама жақсы. Бұл мақтана айтады. Мәнерлеп оқу столдарын сыртқа шығардық. Міне, Мәнерлеп оқудың поэзия ғой, мен қарай салғышқа қалайсыздар? Осы сіздің жетістігіңіз бар, мына жақта жаңа көрген шығарсыздар. Бір жылдың ішінде бір дала жетістік алып көрген жолдамалы. кешегі жетістіктер. Кеше 80 мың теңге сыйлық берген. Екінші орын алып келді. Балалардың жетістігіміз. Мұхтар Шахановтың, Тұманбай Молдағалиевтің Парижонға жұмбаның суреттері тұр. Жақсы. Анау Мұхтар Шахановтың бұл жұмба өлеңін айтып жіберейін деп. Солай деп айтады әдебиет туралы. Шын рухты басынса да жеңе алмайды асқазан. Шырқау рух өнерінде басқазан. Ғасырдасар әдебиеті өнері ұлы болмаса, ұлттар алып көре алмайды. Және ұлы болып саналмайды. Ешқашан. Сол сияқты мынау әдебиет ұлы болып саналмайынша, еш уақытта ұлт ұлы болып саналмайды. Әдебиет өркендетуіміз керек. Бұдан да жақсы өркендетуіміз. Молодец. Басқа мектептерде жоқ. Басқа ауылда жоқ. Жетістікке толтырсын әр күндерді, ұшқын берген үмітпен жарқын біздерге. Алғысымды білдіремін әрдайым, Нұрлан аға, Нұргүл ханым сіздерге де келе, үйірменің жетекшісі Нұрлан ағайымызға сөз кезегін береміз. Қошеметпен қарсы алайық. Ал құрметті қонақтар және қадірлі ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, мына бүгін біздің үйірмеміздің ашылу кеші. Құда қаласа біз бұны ашқанымызға бір жарым жылдай болды. Соны енді біз өзіміз жеке
өзіне бір ғимарат соғып, жеке ашылу және іс-шарасы болғанына барлықтарыңызға келгендеріңізге алғысымыз шексіз. Ал енді құрметті ата-аналар, мынау осы үйірмеміздің жаңа ұстаздарымыз бар, Зәуреш апайымыз бастаған. Осы үйірме басшы ұжымы Зәуреш апайымыз бар. Ал енді осы ұстаздарымызға, барлықтарыңа табыс, Құда қаласа жүздеріңізден жарық кетпесін, барлық уақытта сәттілік дейміз. Ал енді құрметті ата-аналар, Құда қаласа осы ұл қыздарыңыздың небірлеріңізді уақытында жіберіп отсаңыз, біз ұжымның атынан айтар едік. Біз бұдан да арман қарай жақсы жұмыс жасар едік деп айтар едім. Ал иншалла құтты бола берсін барлықтарыңыз. Келгендеріңізге рахмет. Құлақтан кіріп бойдалар, әсеменмен тәтті күй. Көңілге түрлі ойсалар, әнді сүйсең, менше сүй деп Абай атамыз айтпақшы. Хор, болашағы біз елдің, қошеметпен қарсы алыңыздар. Болғым келеді қарапайым, ниеті ақ нәресте баладайын. Адам болғым келеді адам болғым, ертеңіне заманның алаңдайтын дей келе, келесі нөмірімізде Барат Еркенордың орындауында Байғұс бала монологы. Қарсы алыңыздар. Мұхтар жақсылық Байғұс бала. Көлең келеп отыр едім көкталды, бір кішкентай маған қарай оқталды. Рұқсат сұрап жайғасты да жаныма, аға, сенде мама бар ма? Деп қалды. Не дерімді білмей қалдым тіл жұтып, кірпігім
өзімді алдым жасқа сүңгітіп, бір сұрақпен жылатып ап балақай, енді менің жауабымды тұр күтіп. Үндемедім, жауап қатып нетемін. Хәлі таныс бұл кішкентай көкенім, анам бар деп айта алмадым, амал не? Білем оның анасы жоқ екенін. Анасы оның мәңгілікке аттанған, әкесі жоқ, темір торда сотталған. Екеуінен бірақ демде көз жасы, жетімсіреп қалған солай тәтті арман. Бүгін кешке мамам үйге келеді деп балақай тәтті үмітке сенеді. Мамаң сенің жұмысына кеткен деп атасы оны алдап қойған себебі. Кішкентай ғой, оған қалай нан басын, көніп жүрау тағдыр басқа салғасын. Өзі жемей, мама келсе беремде, бір қолына ұстап апты алмасын. Аңсап жүрау көргісі кеп шамасы, кішкентайдың сағынышын қарашы. Атын айтып айғайлайды еркелеп, бірақ оны естиді ме анасы? Өтсін көктем, өтсін қыс, жаз, көз мейлі, байғұс бала үмітін еш үзбейді. Сәби жүрек сезіп жүрме бірдеме, әкен емес, тек ананы іздейді. Үміті зор, келер-ау деп ойлайды, қасыма кеп тағалаңсыз ойнайды. Әр әйелге жалт бұрылып елеңдеп, мынау менің мамам ба деп қоймайды. Аяп кеттім, жүрек босап ел жүреп, екі көзім жасқа толды мөлдіреп. Мұңы қалың бұл сүйкімді балаға, айту қиын, мамаң сенің сөнді деп. Арман отын алаулатып жандырған, өмір бойы өксімеуді заң қылған. Басым дейдім құдіретті анаға, баласына өшпес үміт қалдырған. Бір қалтаға кәмпиттің сап 15-ін, бір қалтаға тығып тағы теңгесін. Байғұс бала күтіп отыр анасын, қайдан білсін бүгін тағы келмесін. Ештеңе деп айта алмадым балаға, жетімсіреп қалып қойған далада. Тек тағдырға қапа болдым ішімнен, кішкентайды зар ғып қойған мамаға. Ал енді назарларыңызға үйірмеміздің күйшілерінің орындайтын күмбірлеген күйін ұсынамыз. Алдарыңызда Балдәурен тобы, Құрманғазының күйі «Көш керуен». Қарсы алыңыздар.
Күй, сені тәтті көрем жаным сүйіп, тыңдаймын тыным алмай жаным күйіп. Өмірдің сырын ашып жүрегіме, музаның өміріне басыңды ептей келе, Тұрсынәлі Дамирдің орындауында күй, әлі қиса, қарсы алыңыздар. кезекте Сейітқазы Жанеркенің орындауында Қызымын елдің атты әні қошеметпен қарсы алыңыздар. Шапала ұры сауыт беріп отырай. Шалбардай шырымен күлейін нұрға жан-жағымды. Қошемет сыйласаң қалауым менің сол жанымнан. Жылуын төккен жаныма, жаралған менің бағыма. Төрінде жүрмін туған жер деген жұмақта. Көктемнің көркем мақпалбағын арайлап атқан ақтаңдарын ұнаттым бәрін солдыры мөлдір болады. Алғысын алып көгерген ән жырымды арнап келемін мен қызымын елдің бақытын тапқан өнерден.
елдің бақытын тапқан өнерден. Көктемнің көркем мақпалдағын, арайла басқан ақтаңдарын, ұнаттың бәрін салдыры мөлдір болақты. Алғысын алып көгерген, ән жырып дарнап келемін мен, Қасымын елдің бақытын тапқан өнерден. Қасымын елдің бақытын тапқан өнерден. Ендігі кезекте ертегілерден үзінді орындайтын шешендік өнер үйірмесіне қатысушы оқушылар қарсы алыңыздар. Кезінде байғұс ана бесіктегі баласынан көз жазып қалады. Күндердің бір күнінде баланы жолықтырып, жүрегі жарыладай болып қуанады. Сыра ол кезде өзге ана баласы еді. Осы ана балаға таласып, Қазек биге жүгінеді. Жаудан үркіп, үдіре қашып жүргенімде, қындақталау баланы жоғалтып алдым. Балапаның басымен, тұрықтай түсімен деген терілтең, үнінің қараңғысында дүрсіл күндерген елдің қайсысының қолда кеткенін таба алмай, зар елдім. Ел бетке түнеп, тоз-тозы шығып, шілдің баласындай бытыраға жөнелдім. Бесіктегі баламның жұрта қалып қоймағанына бір Құдай куә, баламды іздеп жұрта қалып қоймағанына қосағым келіп, ат салымға сала кетті. Содан бері қанша жылдар бойы 10 саусағымен бетімді осып, жүрегім қанжылап өмір сүріп келем. Балам ізін қоймақ жол алды, сұрау салмаған, ат тоқтырмаған, жалықпаған ер қалмады. Содан бері ішкен асым батпай, әзім болмай, қарағаштай қатқан жайым бар. Мен бейбақ өстім, жүргенде бір тойда баламды көрдім. Баламды бірден таныдым, ет жүрегім ержүреп, жүрегім от болып, есімнен танып талып түстім. Бір топ баламның ішінен өз баламды танып алдым. Тән қолайдар, баланы өзім тудым, балам менікі, баланы өзім тудым. Бір Құдай куә, жұрт куәдір, қайтар баламды өзіме қайтар. Өтірікші, сенбеңдер мынаның сөзіне. Ақ болдада, 40 жыл ертеңмен құрсалма бала түспеді. 40 жыл Құдайдан күн-түні еңіреп, жылап сұрағам ол менің балам. Өзімнің тас емшегінде жібітіп дүние екенмін. Соны қараса қай аттырып, арыстанбақ айттырып, дүниеге өзім екен. Мынау бейбақтың сөзіне сенбеңдер. Өтірікші, төреңізді айтыңыз, Бекөкем, төреңізді айтыңыз. Бекөке, бұл жолы төреңізді маған беріңіз. Бердім. Уа жақсылар, ұланда бір сөз бар деген, дәрімді айтайын. Баланың екі қолынан ұстаңыздар. Біз екеуіңіздің де өтініштеріңізді орындаймыз. Баланың ортасынан қақ бөлем. Өлтірмеші баламды, өлтіре көрмеші, өлтірмеші. Бердім баламды, бердім, тек өлтіре көрмеші баламды, өлтіре көрмеші баламды. Өздеріңіз де көрдіңіздер. Өз баласын өлімге қимай, өзге қиған нағыз ана. Өнер мен шабыт тоғысқан сәтте би. Шынайы эмоцияның көрінісі. Сахнада біздің бишілер тобы. Қалықтасын бейімен арман құсын, жалындасын өнердің оттай күші. Мың бұралып билеген кербес сылқым, ортаға бар өнерін сала білсінде отырып, қазақ биін тамашалаңыздар. Ортада аманат биі.
күйді күмбірлеген. Тазарсын деп көңілім тімкірлеген. Қоңыр үнге қосылып күңірендім. Жүрегімді жылатып жыр бүрлеген деп жырлағандай. Тұран тобының орындауында Ер Тұран әні. Қошеметпен қарсы алыңыздар. қызметкерлерінің орындауында ән ауылға сағыныш, қуаныш Сансызбаев. Сағыныш игілік ауылынан өнер қатты құрметтейтін мықты ағаларымыз шыққан ауыл. Құдай қаласа бұл жерде биік белестерден көрінетін мықты өнер тас балаларымыз шығады. Қабыл алғайша.
жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім елдеп ел жүрем. Ауылдың суы, ауылдың нуы азапты, күйбең тірлікті, дүрбең шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де тұмыс ел жақта. Аңқылдай болар, қарамай долар бар жоқта. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Тынысым ташып, тіреймін елге маңдайды. Ет жақындарым аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерде азайып қаптау сол қайғы. Ауылға барам, бәрі де тұмыс ел жақта. Аңқылдай болар, қарамай долар бар жоқта. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Аңқылдай болар, қарамай долар бар жоқта. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Енді барлық үйірменің орындауында келіншек күйін қарсы алыңыздар. Қазақстан әні орындайтын үйірме оқушылары.
Құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар, бүгінгі кешіміз де өз мәресіне таяп қалды. Алтын уақыттарыңызды бөліп, келіп тамашалағандарыңызға алғыс білдіреміз. Көріскенше күн нұрлы болсын. Қош, сау болыңыздар. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй демекші міне біздің игілік ауылында Рүстемов Нұрлан атты ініміз осы өзінің епісімен текті ұрпақтар атты үлкен үйірме жаңағы үйірме ұжымын ашқан. Бұдан 1,5 жыл алдын. Бірақтан бізде осындай жеке өзімізге ғимарат салынбаған. Міне Құдай қаласа осы бүгінгі күні осы ғимаратымызды, үлкен ғимаратымызды бітіріп, соның ашылу салтанатын қазір өткізіп жатырмыз. Оған көптеген қонақтар, мына өзіміздің Біртілек ауыл әкімі Нұрымбетов Бақтияр ағамыз және де 3 осы Шырылдақ ауылы, Күнкетам ауылы, Жабайтөбе, Игіліктің үлкен ауыл билерін шақырып, біз салтанатты ашылуын өткіздік. Енді міне бізді осы текті ұрпақтарды тәрбиелеуге, балаларды осындай біздің ұлттық құндылығымызды көрсетуге, тәрбиелеуге бар күшімізді, жігерімізді салып жатырмыз. Өте өнерлі әнші, биші, мына Құрманғазы Дина жаңағы күйшілеріміз сияқты, осы аталарымыз, апаларымыз сияқты бұл ауылдан текті ұлттық құндылықты табуға болады. Міне біздің ауылымыздың жетістіктері бүгін елдің бәріне танытып, шақырып, көрсетіп жатырмыз. Балалардың бәрі өнерлі, білікті, білімді, және де сол мектеп директоры Сматулла ағайымыз өте керемет, Маденов Сматулла ағайымыз өте керемет осы балаларды еңбегін сіңіріп жатыр. Бұл жерде біздің осы үйірмемізде домбыра, вокал, бейнелеу өнері, бесір, мәнерлеп оқу, шешендік өнер, поэзия осындай бөлімдерден тұрады. Осы бөлімдерге және де би балаларға осы биімізді, ұлттық билерді үйретуге де ашылып отыр. Өте керемет, бүгінгі көңіл күйіміз өте керемет болды. Біздің осы келген қонақтарымызға бізге берген сыйлары бар. Олар да өздерінің азын-аулақ сый-сияпаттарын тапсырып кетті. Өте рахмет айтамыз. Бұл жерде 275 оқушы бар. Біз негізі қыркүйектен бастап қабылдайтын едік. 2022 жыл сәуірде ашылып, 2024 енді 1,5 жыл болды қазір. 2 жылға жуық болып жатыр. Өз тасымалдау бар, апарып алып келеміз. Өзіміздің тасымалымыз бар. Мынандай ауылда осындай өнерлі үйірмелерді ашып, осындай өзінің ерлігін, елдігін білдіріп жатқан Рүстемов Нұрлан ініме өте керемет рахметімізді айтамыз. Отбасы аман болсын, дені сау болсын. Халқымызға, елімізге айтарымыз осындай текті ұрпақтарды тәрбиелеуге ат салысып, бәрімізде осындай келешегіміз, болашағымызды алдыға қоя білейік. Осыларды тәрбиелеуден, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп біз ешқашан жалықпаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш.